Сәлем, менің каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен куриный колбаски жасайтын боламыз. Алдағы уақытта сіздерден қолдау мықты болса, мына тұрған говяжий колбаски және наггетседі де бірге жасап үйренетін боламыз үй жағдайында. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Алдымен бізге керегі тауық етінің осылай ет тартқыштан өткізіп аламыз, яғни фаршы. Оның үстіне барлық мөлшері төменде жазылған. Майда үккіштен өткізілген сәбіз бізде кішкене кішілеу сәбіз, және чеснок осындай тіс. Менде 1-2 тіс жетеді, 3 тіс көп болып кетеді, 1-2 тіс жетеді. Егер кішілеу болса 2, үлкен болса 1 бөлігі. Тұз, қара бұрыш, тауық етіне, окорочкаға арналған приправа болады. Кез келген сондай бір приправа түрін қолданасыз. Және ащы бұрыштан аздап қана, қатты ащы болып кетпесін, аздап қана ащы қызыл бұрыштан қосып жібереміз. Және жақсылап араластырамыз. Біздің колбаски бір-біріне бірігіп жақсы шығу үшін осылай қайта ұрғылайтын боламыз. Мен енді видеода 1-2 рет көрсеттім, бірақ жақсылап ұрғыласаңыздар біздің колбаскилер бір-біріне бірігіп жақсы бірігетін болады. Ал енді қолымызға жабыспас үшін ыдысқа осындай су қойып, қолымызға аздап су жағып, осылай колбаскилерімізді жасайтын боламыз. Барлығы біркелкі шығу үшін граммен жұмыс жасаңыздар. Енді үлкен кіші жасауыңызға қарай шамамен 80-90 граммдай менде жасадым. Егер кішілеу қаласаңыздар одан аздау, үлкен қаласаңыз одан көптеу етіп, граммен өлшеп, осылай пищевой пакетке, яғни пищевой пленкамен дәл видеодағыдай етіп, арасында, яғни ішінде ауа қалып кетпейтіндей орап, жіппен байлап аламыз. Екі шетін. Ішінде ауа қалып кетпейтіндей жақсылап ораңыздар. Пищевой пакетті де қалай оралуы видеода көрсетілді. Дәл видеодағыдай осылай орап шығамыз. Міне барлығын орап шықтық. Ал енді бір түнге морозилкаға қалдырамыз. Яғни бүгін жасайтын болсаңыз, бүгін жасап морозилкаға қалдырып қойып, ертесі күні жасауымызға болады. Ыстық суға морозилкадан алынған колбаскилерімізді салып қайнатамыз. Бір шамамен 30-35 минуттай қайнаса жетеді. Одан көп қайнаудың қажеті жоқ. Бір 10 минуттай қайнаған соң үстіне 1-2 лавр жапырағы, қара бұрыш, тұз салып, сол 30 минут қайнатса жеткілікті. Ыстық күйінде 30 минут өткен соң колбаскилерді шығарып, пакетінен ыстық күйінде босатамыз. Гриль сковородкаге майыз жұқа етіп сүртіп, немесе жай сковородкаге де болады. Бұл тек әсемдік үшін екі жағын қызартырып аламыз. Міне біздің табиғи колбаскилеріміз дайын, табиғи үй жағдайында оңай ғана жасалынады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Қонаққа жасасаңыз, дастарханыңыздың сәні болары сөзсіз. Дәл осылай мясной ассортиялармен немесе рулеттермен қойсаңыз, әдемі үйлеседі. Келесі видеода сіздермен наггетси және говяжий колбаскидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ұнаса төменге пікір қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Үмида.